Армысыздар туран қазақ елі. Аблязов 2 күн бұрын көпшілікке үйлестіру кеңесін ұйымдастырған деп жариялаған, және осы үйлестіру кеңесінің бағдарламалық құжатпен шыққан бүкіл оппозиция топтарды, оппозиция саясаткерлерді, жалған оппозицияларды бәрінді осы үйлестіру кеңесіне қосылып, Аблязовтың жариялаған саяси реформаларды, саяси талапты қолдап, Аблязовпен бірігейік деп көпшілікке осындай оймен бөліскен. Мен оны тыңдап, бүкіл осы саяси ұсыныстарды, саяси идеяларды, саяси талаптарды, бағдарлама құжатында жазылған саяси идеялармен толық қосыламын. Осы саяси идеялар, саяси реформалар бәрі нақты авторитарлық саяси жүйесін өзгерту үшін жасалған. Бәрі дұрыс. Мен оны қолдаймын, осы саяси ұсыныстарды, осы саяси идеяларды. Бірақ мен бәрін тыңдап, бір өте маңызды мәселені, идеяны, талапты көре алмадым. Ол экономика жағынан. Сіз қалай білесіз? Бізде оппозиция топтарда өзіміздің саяси идеялар мен саяси бағдарламалар бар. Менің есім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысының жетекшісімін. Бізде саяси бағдарлама бар. Сол жерде біздің экономика жағынан ең маңызды саяси идеялардың ішінде осындай идея бар. Экономика жағынан маңызды, кірісті салаларды мемлекет меншіге қайтару. Мұнай, газ өндіру, мұнай өндіретін заводтарды, банк жүйесі, ауыл шаруашылық жерді, тау-кен, өнеркәсіп, электр құжат саласын, қоғам транспорт, темір жол, аэропорт, үй құрылысты, осы салаларды мемлекет меншікке қайтару керек. Егер біз оны мемлекет меншікке қайтармасақ, ештеңе бола алмайды. Қандай сен демократия, парламент, саяси жүйесі құрсан, құрмасан, авторитарлық па, тоталитарлық па, демократия ма, ол оған мән емес, маңызды емес. Егер экономика бәрі олигархтың қолында болса, ешқандай жақсылық, халықтың жағдайы өзгермейді. Кедейшілікте осылай тұрамыз. Тоқаев өз айтты ғой, 162 олигархтар, миллиардерлер экономиканың 55% бақылауда, меншікте. Ал қазақ халқының 50% 50 мың теңгемен бір айда осындай доходты алады, айлықты алады. Ол нақты сұмдық қой. Бай жеріміз, кедей қазақ халқымыз 162 бай, өте бай олигархтар және 90-95% қазақ халқының кедейлері.
Ол экономика жағынан көрдіңіз бе? Қандай осы олигархтың экономикалық базисі қандай қазақ қарапайым халқына әсер тигізеді. Өте жаман әсер. Содан соң мен осы Әблязовтың бағдарламалық құжатына осындай қосымша енгізу керек деп жарияладым. Ұсыныстым. Экономика жағынан маңызды кірісті салаларды мемлекет меншікке қайтару керек. Ұлттандыру мәселе деген. Сосын маған бір-екі адамдар жазған: Аслан, егер ұлттандыру болса деп, ол выкуп болады дейді, ақша төлейміз дейді. Жоқ, ешқандай ақша төлемейміз. Ұлттандыру мәселе көтергенде недропользованияға біз мемлекет лицензия береді. Сол лицензияны біз жабамыз, жойтамыз. Керек емес. Мемлекет компаниялар мұнайды өндіреді өздері. Ешкімге ешқандай төлем болмайды. Жай ғана лицензияның мерзімін тоқтатасыңдар. Болды. Ешқандай төлем болмайды. Ешқандай коммунизм болмайды. Совет үкімет болмайды. Ірі бизнес осы маңызды салалардан бас тарту керек. Бізде орта және шағын бизнесті даму керек. Жекеменшік орта және шағын бизнесте болады. Түгел либералдық жолмен жүреді. Менің ұсынысым оларға, шағын және орта бизнестің өкілдеріне 5 жылға салық каникул жасаймыз. Егер заттарды өндірсе, оларға процентсіз кредит төлейміз, береміз, көмек ретінде, мемлекет көмек ретінде береді. 5 жылдың ішінде отсрочка жасаймыз. Ешқандай кредит төлемейді 5 жылдың ішінде. Осы шағын және орта бизнес қатты аяққа тұру үшін біз мемлекет оларға осындай условия жасаймыз. Ол керек. Бірақ маңызды салаларды мемлекет меншікке қайтару керек. Ол өте маңызды бізге болады. Өкінішке орай қазір көбі қазақтар оны түсінбей жатыр. Мен орыс тілінде бейнемен шықтым Әблязовқа осы. Орыс тілінде бейнемен шықтым, айттым, жарияладым. Енді біраз күтейік, қандай шешім қабылдайды Әблязов. Бірақ егер ұлттандыру мәселені, ұлттандыру талапты, ұлттандыру идеяны ол осы координационный советке, бағдарламалық құжатына енгізбесе, мен Әблязовтың бас тартам. Мен оған, егер ол осы ұлттандыру мәселені көтермесе, мен оған қарсы шығамын. Бүкіл қарапайым қазақ халқы қарсы шығады. Мұнайшылар, жұмысшылар, қарапайым қазақтың жігіттері. Керек емес бізде. Бізде 30 жыл Назарбаев олигархтың экономиканың базисті дамытқан. Олигархтың жекеменшікке бәрі осындай льгота ретінде условия жасаған. Енді 162 олигарх
экономиканың 55%-ы қолдап тұр. Жекеменшікте. Ол не деген? Ол сұмдық қой. Бай жеріміз бізде. Біз жылдың ішінде 85-90 миллион тонн мұнайды өндіреміз. Ақшалары қайда? Газ бар. Құлыбаевтың жекеменшікте. Түрлі түсті металлургия бар. Медь, олово, ферросплавы, алтын, күміс, латунь, хром. Қайда ол? Ол қайда? Олар бәрі сатып тастады, сатып, ал ақшаны мен көрмеймін, сіз де көрмейсіз. Сіз 50 мың теңге айлық аласыз. Осылай тұрасыз, осылай жүресіз. Енді жетер, болды. Мен кезінде айтқанмын, Аблязов, сен ұлттандыру мәселені көтермесең, сен олигархтың мүддесін қорғайтын саясаткерлсің дедім. Мен солай айттым оған кезінде. Сосын мен онымен легісіп қалдым. Дебатқа шақырдым. Осы ұлттандыру мәселесімен, жер мәселесімен, сосын биыл өткен жылда, 2021 жылда, мамыр айында мен ауырған кезінде ол біздің Туран қозғалысына, Туран әлеміне жаман сынап, тиісіп, жаман сөз айтқан. Сол дебатқа шақырдым, осы 3 мәселені көтеріп. Бірақ Аблязов қорқып қалып, менімен дебатқа шықпады. Егер Аблязов осындай саяси ұсынысты өзі бағдарламалық құжатына енгізбесе, бізге Аблязовтан бас тарту керекпіз. Мен оған сенбеймін. Ол айтады, осы жалған оппозиция саясаткерлер егер нақты Тоқаевқа қарсы шықса деп, Мамайлар, Нарынбайлар, басқалары осы бағдарламалық құжатына қол қою осындай условия берген. Маған бәрібір Аблязов не айтқан, жаман сөзді айтқан бәрібір. Мен оған қарамаймын. Мен тек қана саяси идеямен, саяси мақсатымен, саяси талаптармен жүремін. Ал ұлттандыру мәселе, ол нақты көпшіліктің, қарапайым қазақ халқының мүддесі, ұсынысы. Содан соң мен көпшіліктен, қазақ қарапайым халықтың атынан Аблязовқа осындай ұсыныс жасап жатырмын. Ұлттандыру мәселе, мұнай, газ, түсті металлургия, банк жүйесі, ауыл шаруашылық жерлері бәрі мемлекет меншіктеп болу керек, қайтару керек. Ол Назарбаевтың, осы олигархтың экономика жүйесін өзгерту керек. Ол болмаса ешқандай өзгеріс болмайды. Назарбаевтың, осы олигархтың экономика жүйесін қазір Тоқаев жалғастыра береді. Ол билікке келіп, ешқандай саяси және экономика реформа жарияланбады. Аблязов, Тоқаев. Ал енді жаңа билік келсе, Тоқаевтың биліктен шығарса, Тоқаев отставкаға кетсе, жаңа оппозиция, демократиялық билік келсе, осы экономика жағынан бізге ұлттандыру мәселені көтеру керек. Бірақ қазір, осы бастауыш жағынан, Аблязов айтады ғой, на берегу деп қазір, біз на берегу должны определиться, сол басынан бастап, осы жағынан, басынан бастап, біз қазір осы экономика осындай экономика жағынан осындай
идеяны талқылап, ұсынып, осы бағдарлама құжатына енгізу керек. Білмеймін енді, қалай мені түсініп отырсыңдар, қазақ қарапайым халығымыз. Бірақ мен өзім халықтың өкілімін. Қарапайым халықтың арасында жүрген адаммын. Сосын мен қарап жатырмын, кім екенін, қандай саяси мақсаты бар, қандай саяси идеялары бар, қандай жолмен жүреміз. Біздің осы Туран қозғалысының саяси идеялары 4 өте маңызды, терең жариялаған саяси идеялар. Бірінші, ол авторитарлық саяси жүйесін өзгерту, парламенттік демократия саяси жүйесін құру. Ол бірінші мәселе. Ол мемлекет жағынан мемлекет құру. Осындай болу керек бізде. Екінші, экономика моделі болу керек. Экономика моделі ол Норвегия моделі сияқты. Норвегия ең бай мемлекет. Оның зейне қорда біздің ұлттық қоры сияқты аналог 1 триллион 350 миллиард доллар. Көрдіңіз бе? Вот сол себепте екінші біздің осы экономика моделінен, экономика жағынан осы кірісті маңызды салаларды экономика жағынан мемлекет меншікке қайтару керек. Ол ұлттандыру мәселе. Вот осы екінші мәселені мен ұсынып жатырмын. Ұсынып Әблязовқа жариялап осы бағдарламалық құжатына енгізсін деп шықтым, айттым үндеумен, орыс тілімен. Енді қазақ тілімен айтып жатырмын. Үшінші мәселе, үшінші саяси идея, Туран қозғалысының үшінші саяси идея. Ол қазақ түркі ұлтшылдықты қайта даму керек. Қазақтың нақты түркі салт дәстүрін, сана сезім, тарихын, салт дәстүрін, мәдениетін, жазбанын бәрін қайтару керек. Біз ұлтшыл болмасақ, біз елден, мемлекеттен айырыламыз. Бізде глобалист, космополит болмау керек. Менің ойымша космополит болсан, глобалист, Олжас Сүлейменов сияқты, Тоқтар Аубакиров сияқты, саяси саяси проституткалар сияқты. Біз мықты мемлекет болмаймыз. Әр мемлекетте мемлекеттің негізі, тірегі ол ұлтшыл адамдар, национал патриоты. Егер ол болмаса, өте қиын болады. Сосын сыртқы саясатынан, төртінші саяси идея сыртқы саясатынан, ол түркі тұтас мемлекеттермен конфедерация ретінде әскери саяси Туран одақты құру. Қазақстан, Қырғызстан, Түркменистан, Өзбекстан, Әзербайжан, Түркия. Осы 6 түркі тұтас мемлекеттер бізге саяси әскери ретінде блок, одақ құру керек. Туран, конфедерация ретінде, тәуел мемлекет болып, конфедерация ретінде. Сіз қаңтар оқиғасы болғанда, бәріміз көрдік, Ресейдің ОДКБ оккупация әскерлері 3 сағаттың ішінде Москвадан келіп, біздің қазақтың жастарын атып тастап, жүріп, Тоқаевты қолдаған. Ол өте қауіпті жағдай. Кеше ғана ма? Жоқ, кеше емес, 2 күн бұрын Тоқаев сұхбат берді
қазақ тілмен қазақ эксклюзив сұхбат берген. Бүкіл сұрақтары дайындалған, ол уже жауапты дайындалған. Осындай сұхбатына мен сенбеймін. Тоқаев айтып жатыр, тілшіге жауап беріп айтып жатыр, Ресейден ешқандай қауіп болмайды дейді. Осы жерге, біздің қазақ жерімізге дейді, олар дейді, осы көз салмайды, алмайды, біз ештеңе бермейміз дейді. Мен дейді, Путинмен әңгімелесіп, одан жауап алдым дейді. Біз дейді, қазақ жерімізге тиіспейміз дейді. Қандай топаздық, Тоқаевтың топаздығы, саяси топаздығын мен анықтадым, көрдім. Бүкіл әлемінде Путинге ешкім сенбейді. Әр саясаткер, әр мемлекет басшысы Путинге сенбейді. Ол өзін тұтас славян халыққа, Украина мемлекетке тиісіп, Крым аннексия жасап, алып қойып, Донбасс, Луганскке осындай іріткі жасап, енді қазір Украина мен Ресей шекарасында қазір қаншама әскерді әкеліп соғысқа дайындалып отыр. Ол өте қауіпті жағдай. Бірақ Тоқаев онымен одақ құруға ниеті болып тұр, менің ойымша. Тоқаев баспен ойлау керек. Путинге ешкім сенбейді. Содан соң осы Ресейден бізге қауіп бәрібір болады. Сол үшін мен қазақ елім, қазақ жерін туралы, қазақ тәуел мемлекет үшін, сақтау үшін мен осы ұсыныс жасап жатырмын. Әскери саяси одақ құру бізге ауадай қажет. Оны бізге түсіну керек. Қарапайым қазақ халқына түсіну керек. Содан соң біз Туран қозғалысын ұйымдастырып жатырмыз. Осы YouTube каналымызға тіркеліңіз, комментарий жазыңыз, қолданыңыз. Менің есімім Аслан Курманбаев, Туран қозғалысын жетекшісімін. Қазақ Туран елі, алға!